Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге түсетін тақырыбымыз, талқылайтын тақырыбымыз жалпы патология пәні. Міндеттері мен әдістері, жалпы патологиялық нозология дегеніміз не, осылардың барлығын қазір мен сіздерге өзімнің ойым арқылы жеткізетін боламын. Барлық тірі организм ол жасушадан тұрады. Жасуша ол қоршаған орта мен зат алмасуға қабілеті бар, яғни қарапайым тірі система. Жасуша комплекс, Годжи, мезосома, цитоплазма, митохондрия, клеточная мембрана, эндоплазматическая сеть, ядро деп олар солай әр кезекке бөлінеді. Зақымдану дегеніміз ол альтерация, латын тілінен alteration, өзгеру, жасушалар мен жасуша аралық зат құрылымының тіршілік әрекетінің деңгейін, яғни төмендететін осы патологиялық процесс болып табылады. Оның себептері үшке бөлінеді: гуморальды, рефлекторлы және жанама болып осы үш түрге бөлінеді. Ең негізгі түрлері дистрофия, некроз, артрофия осылай аталады. Дистрофия дегеніміз грекше дус, бұзылу, трофия қоректендіремін деген мағынаны білдіреді. Жасушалар мен жасуша аралық заттардың және тіндердің зат алмасуы, бұзылуының әсерінен ол құрылымдық өзгерістер туындыратын патологиялық процеске айналады. Енді біз этиология, ол табиғи және шығу болып екіге бөлінеді. Табиғи ол оған жататындар физикалық факторлар, химиялық факторлар, биологиялық факторлар. Ал шығу көздеріне қарай экзогенді, сыртқы және де эндогенді, ол ішкі болып бөлінеді. Патогенез дегеніміз осы инфильтрация деп және де декомпозиция, фанероз, үшінші трансформация, төртінші ол синтездің бұрмалануы. Осы төрт кезеңге бөлінеді. Бірінші инфильтрация, ол қол арқылы кез келген заттардың жасушаға, яғни тіндерге мөлшерден тыс көп сіңіп қалуын айтамыз. Мысалы, атеросклерозда қанда холестерин мөлшері көбейіп, қан тамырының ішкі қабатында системасына сіңіп қалады. Біз осыны айтамыз. Ол декомпозиция, екінші ол фанероз, ыдырау қалыпты жағдайда бір-бірімен, яғни тығыз байланысып қан, ал патологиялық жағдайда ыдырап жеке-жеке ол көрініп қалатын заттар. Мысалы, май, ақуыз қоспасы ыдырағанда жеке-жеке май және ақуыз заттары жиналып қалады. Үшінші трансформация, бір заттың орнына екінші заттың түзілуі, мысалы көмірсулардан майдың пайда болуы. Қалыпты жағдайда моносахаридтерге, полисахаридтерге бөлінсе, ол патологиялық процестерде май қышқылдары бөлініп, май қышқылдарының пайда болуының ағзаға жиналып қалуын айтамыз. Трансформация осы механизмде процесінде жүріп жатады. Төртінші дестурация, бұнда бұрмаланған шектеу, мысалы ақуыздың ұйып немесе бірігіп ірі тамшылар түзілуін айтамыз. Жасушалар мен ұлпаларда қалыпты жағдайда болмайтын заттар пайда болады. Мысалы, қанда амилоид ақуызы болған жағдайда және де кейбір ауруларда амилоид ақуызы синтезделініп, ол денеде пайда болады. Амилоид ауруын дамиды. Осыны айтамыз. Дистрофия осы жіктелуі бойынша ол бірінші
локализация бойынша жасуша ішінде болса, паренхиматозды деп атаймыз. Екінші, жасуша сыртында болса, стромальды тамырлық деп атаймыз. Одан кейінгі екінші бөлімде осы дистрофация жіктелу бойынша екінші кезеңі ол зат алмасу бойынша бөлінеді. Онда ақуызды, майлы, көмірсулы және минералды бұзылыстар осының барлығы, яғни эндогенді өзгерістерге алып келеді. Үшінші, таралу бойынша ол бір жергілікті локальды жүйелі түрде болады. Төртінші, шығу тегі бойынша. Оның ең біріншісі туа пайда болған жағдайда, жүре пайда болған жағдайда. Биологиялық, химиялық, физикалық және табиғи шығу тегіне байланысты факторлар әсер етеді. Инфильтрация ол декомпозиция, трансформация, бұрмаланған шектеу механизмдері бойынша дамиды. Локомусация ол зат алмасу шығу тегі бойынша жіктеледі. Патология дегеніміз не? Патология грек тілінен аударғанда патхос қасірет және логос ілім деген мағынаны білдіреді. Қасірет және ілім, қазақша айтқанда қасірет және ілім деген мағынаны білдіреді. Ал патологиялық процестері мен жеке ауруларды зерттейтін ғылымның бір саласы қалыптан тыс, яғни ауытқу әдетте патология деп аталады. Ағзаның тұқым қуалаушылығының бұзылуы ол себеп болатын орта факторын зерттелуін биологиялық токсигенетикалық саласы айналысады. Сол сала айналысады. Бүгінгі таңда 100 мыңдаған мутагендер түрі белгілі. Оның құрамы түрлі физикалық факторлар. Ультрафиопептидтік радиациясы тағы басқа. Антропогенді, табиғи және химиялық қосылыстар. Биологиялық факторлар жатады. Осыған байланысты. Мутагендер олар адам қолданылатын көптеген заттардың құрамынан және де осы табылып отыр. Мысалы, ол шашқа арналған краскада, жоғары температурадағы қуырылған ет пен балықта көбіне кездеседі. Және де тағы басқа түрлерін айтсақ та болады. Патофизиология дегеніміз онда патхос, ауру, фусис, табиғат деген мағынаны білдіреді. Табиғат функция дертану физиологиясы деп түсінсек болады. Негізгі мақсаты оның ең бірінші аурудың пайда болу себебін, екінші даму мен сауығу жолдары айтсақ болады. Үшінші ауру салдарын зерттейді. Патофизиологияны айтатын болсақ, зерттеуде эксперименттік әдісті, яғни қолданады, яғни лабораториялық жануарларда адам мен адам ауруларының моделін алады. Мысалы, тышқанды пайдалансақ болады, және де бақаларды, яғни қояндарды эксперимент ретінде қолдансақ болады. Артықшылығы, яғни олардың аурудың пайда болу себептері мен себептік биологиялық байланыстарын зерттей алады. Екінші, аурудың пайда болуы сатыларынан соңғы нәтижеге дейінгі көтеруге болады. Үшінші, аурудың емделген түрін байқап тексеруге болады. Төртінші, ол тәжірибені кез келген уақытта тоқтатуға болады. Бесінші, ол жаңадан ашылған ем тәсілмен қолдануға болады. Оның кемшіліктері, яғни ауру үлгісін
толық көлемде алу мүмкін емес. Екінші, адамның психикалық асқазан рагы, подагра, бронхиялық астма, мерез, соз, жиц, яғни ауруларының үлгісін алу мүмкін емес. Иммундық тапшылық, жиц дегеніміз ол иммундық тапшылық. Үшінші, сонымен қатар аурулардың субъективті ауру сезімдерін осы жаңа айтқанымдай оны бөле алмаймыз. Мысалы, басым ауырып тұр, немесе өзімді жайсыз сезініп тұрмын деп айта алмаймыз. Патофизиология ол екіге бөлінеді. Жалпы патофизиология және жүйелік патофизиология болып, осы екіге бөлінеді. Бірінші жалпы патофизиология ол ауру туралы жалпы түсінік және бір тектес қабыну, сат алмасу, дерттік үрдерістерден тұрады. Оларға қызба, аллергия жатады, тағы басқа түрлері жатады. Екінші, жүйелік патофизиология ол организмнің жекелеген ағзалары мен жүйелерінің ауру, яғни даму заңдылықтарын зерттейді. Мысалы, бауырда болып жатқан ауру патофизиология арқылы соны зерттейді. Аурудың қандай да өзгерістерге алып келеді, оның этиологиялық қандай, оның патогенезі қалай жүреді. Мысалы, жүйелік дегеніміз тыныс алу жүйесінде, яғни қандай өзгерістер болатынын, тыныс алу ауруларында немесе жүрек қан тамырларының жүйесінде аурулар болса, одағы өзгерістер қалай жүргізеді. Міне осы арқылы біле аламыз. Тағы не айтатын болсақ, жалпы нозология, жалпы ауру туралы ғылым деп айтсақ болады. Екінші, денсаулық, сыртқы орта ықпалдарына бейімделіп, яғни ішкі деңгейде сақтап қалатын жағдайды айтамыз. Үшінші, ол ауру. Ауру ол организмнің әсер етуші ықпалдарға қорғанып, яғни бейімделіп, мүмкіншіліктерінің осыған байланысты шектеулерімен көрінетін, яғни дерт туындататын ықпалдылық, осы ықпалдардан туындайтын биологиялық және әлеуметтік мұқтаждылықтарын осы атқаратын алмайтын жаңа күйін айтамыз. Патология реакция ол, яғни организмнің немесе оның кейбір жүйелерінің ауру туындатқыш әсеріне, яғни биологиялық мәнсіз және сәйкессіз жауабы. Мысал келтіретін болсақ, шаң тозаңға түшкіру, көзіне жас ағу, сол сияқты, тағы басқа. Патологиялық процесс дегеніміз ол, яғни ауру тудыратын ықпал әсеріне, яғни заңды түрде тағы басқа тіндер мен ағзалардың әрі қарай зақымдану, әрі қорғану, бейімделу реакциясы жиынтығын айтамыз. Мысалы, оған қабыну деген сияқты. Үшінші, патологиялық жағдай ол организм үшін кері биологиялық мәні бар қалыптан тыс тұрақты ауытқу. Мысалы, тыртық, қал деген сияқты. Ауру деп айту үшін үш нысан болу қажет, ең маңызды. Бірінші, субъективті белгілері, екінші, объективтік белгілері, үшінші, икемделіп бейімделу мүмкіншілігінің шектелуін айтамыз. Бірінші белгіге, яғни субъективті белгілерге олар бас ауру, жайсыз сезіну, ауру сезімдері болатын болса. Екінші, объективті белгілері олар симптомдарын қышыма, мысалы, бөртпелер пайда болады. Денемізде осындай бөртпелер пайда болуды айтамыз. Үшінші, икемделіп бейімделу
беруге, оған организмнің жауап беру осы организміміздің жауап беруі шектелінеді. Яғни ешқандай жауап бере алмаймыз деген сөзді. Яғни осылардың барлығын шектелуі пайда болу осы себептеріне байланысты болып келеді. Себептеріне қарай, мысалы, туа бітуі мүмкін, жүре пайда болған жағдай болуы мүмкін. Даму жолдарына қарай осы тектік, яғни аллергиялық, жүйкелік, реттеушілік, тағы не айтсақ болады, қабынулық, өспелік деп айтсақ болады. Денедегі, яғни деңгейіне қарай молекулалық, хромосомалық, жасушалық, жүйкелік, ағзалық, осылардың барлығы денедегі деңгейіне қарай жатады. Даму жылдамдығына қарай қауырт 4 күнде болуы мүмкін, яғни жіті 5 немесе 14 күнде болуы мүмкін. Жітілеу онда 15 немесе 40 күнге асуы мүмкін. Созылмалы аурулар бір немесе бірнеше айларға немесе ай жылдар болуы мүмкін. Бүгінгі сабағым осымен аяқталды. Сіздер түсінген шығарсыздар. Мен сіздерге, яғни не түсіндіргім келді, осының барлығын жаңа тақырыбымызға байланысты өз ойымды сіздерге анық жеткізгім келді. Рахмет достар. Қиын болмаса менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер.